Assalomu alaykum barchaga. Bugun 14-aprel 2025-yil. Biz hozirgi vaqtda Qoraqalpog'iston Respublikasi Shimbay rayoni Kunxo'ja ko'chasindamiz, ya'ni Manqitay avulidamiz. Niki ağalarimiz Azarembay ağa. Mene bugün şu Manqitay yılatında mana yılda 90'ның шығуы Mart ayının içinde beretini ödük. Құдай садақаны бұл жылдың кіруі, жылдың шығуына. Биыл мына Mart ayında Ramazan ayının келуіне байланысты көп адамдар ораза тұтты. Соның бәрін есепқа ала отырып, бүгінгі күні 90'ның есабынан қалыс садақа беріп жатыр. Құдайым садақа қабыл болсын. Өткен жылымыздан бір жақсы жыл болды. Биылым Құдайым сондай жақсы жыл болғай. Алла мына дарияға нәуфір су бергей, адамдарға жақсы денсаулық бергей, мехір мұхаббат бергей. Біреуден кем болмағай. Құдайым сол жылымыз жылдағыдан бетер жақсы болды. Мемлекетіміздің бидай пылалары, пақта пылалары орыланып, Құдайым телеклер дәнге, мына қоралар, қозы ылақларға, қожалықларда, Құдайым төрлерде бөбеклер, боқлы ошақ болғай әмме. Су ойлаған ойлары жақсы жағынан жетісіп, әмменің ниетлері қабыл болсын. Алла Құда дайрайын қабыл етсін осы бүгінгі садақаларды. Қабыл болсын. Ал бүгін мінеке палау асып атқан Саламат ағамыз осы жерде қызметте болып жатыр. Саламат ағаны көпшілік адам таныса керек, шымбайшылар. Көп жерде палау асады. Құдақалесе бүгінгі палауы әте сәтлі шықсын деп көрсін, сорлық шығайын деп тұр Құдақалесе. 40 кіла күрішті аса жақпыз я бүгін. Мына жақта күрішлер тайын. Салсамыз ба? Саламыз. 40 кіла Гүлістан күрішімен палау асайын деп жатыр Құдақалесе. Саламат ағаң, мен жа видеодан алдын кішкене сәубетлестік. Саламат ағамыз айтып жатыр, бұлай дәрушана, қандай сатақанелерге епіліп қарасып, асып бере аламыз дейді. Тойларда да, әмме уақытта қызметіңізді Құдақалесе. Бүгінгі аз палауы жақсылап көрсетеміз, қолдан келгенше. Құдақалесе бүгін нешеге тайын болады? 12:00-ге тайын қылажақ Саламат ағамыз. Сәтлі болсын. لا يومينا وخمس لا خلان مستغاث لغنا يتي سواء من أتى بلاد نروح لنا أتانا تين لنستنجاح نجوطان في الصلاة باش السلدين يتكمل مستروح لنا من يسميش تخام ستيوت كم باش مار ومار ملا مستروح لنا سجماعت نات نسميش تخام نات نمار Қауыр болсын. حاول Ал мінеке күрішлер тазаланып жатыр. Күрішке кәп болу мүмкін емес, Құдақалесе зор палау болады. Еңжік тазалап атып біздерден ма? Ғани аға мен Ғабит аға тазалап жатыр қызметте. Ал күрішлерді жуу бастанды. Саламат аға. Әзір көреміз. Саламат ағамен сәубетлесеміз, әзіргі уақытта не талап істеп жатыр, қандай болып жатыр. Ал мінеке суды құйды, бисмиллах деп ал енді жақсылап жуып жатыр. Ал мінеке Саламат аға әзіргі уақытта енді қай жерде жұмыс істеп жатырсыз? Гранд Хал тойханасында. Сіз бас аспазсыз ба енді? Сонда о жерде тек палау асыла ма, я басқа ауқатлар қуырдағына өзіңіз асасыз ба? Күртік.
Toyga kelген адамның заказына қарап. Бірақ бәрін істей бересіз ба? Бәрін мінекей аса беретін екен. Палау, гүртік, қуырдақ, бәрін. Атызға. Негіз ата кәсіп болу, я? 2006-дан бастап қой. 2006-дан бастап. Неше жас боласыз 2006-да? 20 жасынан бастап палау асатын екен. Яғни 2006 жылдан бастап палау басылаған екен. Ең бірінші заказларды сол уақыттан бастап алып басладыңызда, я? Ава қала. Болды. Саламат аға 86 жыл. 2006 жылдан бастап сондай қызметлерге шығып бастаған, халық қызметіне ата кәсіп, яғни Жұмабай ағаның баласы болады да аға. Ең кішкентай баласы екен Саламат аға. Палаушы аға. Құда қаласа бүгін мощный қылып асады. Саламат ағаның қызметлері керек болса төменгі телефон нөмірін қоямыз. Беймәлел сіздің жақсы күніңізде қызметіңізде. Әзіргі уақытта Гранд Холл тойханасында бас аспаз ұсақ екен. Қайдан білейін енді? Қызысан қойын сен. Мен өзім барамын. Есіп қойсың Ава. Ситлек ағамыз. Мінеке палау деген дым зор болып шықты. Енді мына жақта пакетлерге де бөлініп қойылды. Аз үйлерге тарқатылып жатырды. Жастен адамдар алып кетіп жатыр. Палаушы Саламат ағаға рахмет, ал зор болды палау. Қазақстанға сәлем. Қызметіңізде егер Саламат аға телефон нөмірін қойып жіберемін, егер палау астыраман десеңіз. Ал болады. Үшеміздің жас келіншектері бүгін міне қонақ жайдан шықты. Апайларда жас қылып айтып жатқан да бәрі. Бүгін қалды садақадан мінекей. Ал қабыл болсын. Құдайым жылдары ойнап кете берейік. Амин. Өзіңде рахмет, режиссер болып кетсен. Қазақстанға кеткендері бәріне Қазақстан жаққа сәлем. Садақалар қабыл етпей Алла. Бала шағаларымыз аман болғай Құдайым әйтеуір. Аманшылықта жүре берейік. Жылдан жылға ойнап жүре берейік Алла. Ауылымызбен. Блогер баламыз аман болсын. Қазақстанға көшкен ағайлар, қоңсылар, аман болың. Бәріңізге шықпайдан қоңғожа көшеде жалыны сәлем. Ал мінекей палаудың майын Рембай ағамыз іше жақ құда қалесе. Ем болады дейсіз ба Рембай ағамыз? Ем болады ғой, дәтке дауа, қастеге шипа болады ғой. Hani? Молодец. Ладно.